Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге асқабақтан жасалатын мантының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қамырымызды жақсылап илеп, жұмсақ етіп илеп алатын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттарымыз ұн, тұз, су және кішкене сұйық май қажет болады. Қамырымызды осылай жұмсақтау етіп илеп алатын боламыз. Басы біріккеннен кейін кішкене сұйық май қосып, тағы да июін қандырып илеп алатын боламыз. Илеп алған қамырымызды 15-20 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Бетін жауып қойып қоямыз. 15-20 минуттың ішінде біз салмасын дайындайтын боламыз. Осылай асқабағымызды алып, сыртын ашып, іштерін барлығын тазалап, майдалап, төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Асқабақты өзіңіз үйдегі адам санына байланысты қоса берсеңіздер болады. Асқабақ, пияз, тағы да 3 май қосатын боламын. Дәмдеуіштерден тұз, қара бұрыш қосып, араластырып алатын боламыз. Дәмдеуіштерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса берсеңіздер болады. Асқабағымызды осылай бөліп, кішкене төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Асқабақтың денсаулыққа өте пайдалы екенін білесіздер, және де осындай дәнектерін бөлек алып, кептіріп, балаларға берсеңіздер болады. Ішінде құрты бар болса, құртын түсіруге өте жақсы көмектеседі. Асқабағымыздың барлығын осылай турап аламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Әлеуметтік желіде достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Инстаграм парақшамды қалдырып кеттім. Ол жақтан менің күнделікті не істеп жатқанымды білсеңіздер болады. Салмасын дайындап алдық. Енді қамырымызды дөп-дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Қамыр жаю білмейтін қыз-келіншектерге тегін мастер-класс, осы жерден қарап үйреніп алсаңыздар болады. Оқтаудың екі шетінен баса отырып, қамырымызды жайып алатын боламыз. Және де асқабақтан қандай тамақтар жасағанды ұнатасыздар, астына бөлісе кетсеңіздер болады. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жақтан өзіңізге қажетті рецепттерді алсаңыздар да болады. Сілтемелерін қалдырып кететін боламын. Егер де пікірлеріңіз болса, комментарий бөліміне жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да қандай рецепттермен бөліскенімді қалайсыздар, достар, жаза кетсеңіздер болады. Мен жасап көрсететін боламын. Осылай қамырымызды дөп-дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Жабысып қалмау керек, ішіне ұнын шашып, осылай жайып алатын боламыз. Қамырымыз уже дайын болып қалды. Енді төрт бұрыш етіп кесіп алатын боламыз. Бір келкі етіп кесіп алатын боламыз. Осылай дайын болған қамырымыздың ішіне салмасын салып, мантымызды түйіп алатын боламыз. Қамырымыз жайылып жатқан кезде газге суын құйып қайнатып қоятын боламыз. Асқабақтың мантысы 45 минутта дайын болады. Егер еттен жасайтын болсаңыздар, ровно 1 сағатта пісіп шығатын болады.
біркелкі етіп барлық салмасын қамырымыздың ішіне салып шығатын боламыз. Біркелкі етіп осылай түйіп шығатын боламыз. Газде уже суымыз қайнап дайын болып тұр. Мантілердің барлығын осылай мен майға батырып, астын батырып қойып шығатын боламын. Барлығын әдемілеп қойып шыққаннан кейін бетін кішкене маймен майлап жіберетін боламыз. Сол кезде қаяз май өте әдемі болып пісетін болады. Мантоваркаға қойған кезде бетін пищевой пленкамен жауып қойсаңыздар болады. Сол кезде қамырымыз қаяз май сочный болып пісіп шығатын болады. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Біздің мантымыз осымен дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.